Талай лирикалық әндерімен өнерсүйер қауымның жүрегіне жол тартып жүрген Дәрібаевтар ансамблін білмейтін қазақ жоқ шығар. Ән көгінде әсем әндерін халықтатып жүрген Қарасайлық өнер ұжымы жайлы халықаралық отбасы күні аясында аздыгем әңгіме өрбітсек дейміз. Ынтымағы жарасқан өнерлі отбасы мүшелерінің барлығы да музыка әлемінен алыстаған емес. 90-шы жылдары Шымкент қаласында құрылған ансамбль бүгінгі таңда Қарасай жерінің мақтанышы болып табылатын өнерпаз жандар. Мәселен, былтыр ғана бірлігі бекем Дәрібаевтар мерейлі отбасы байқауына қатысып, облыс көлемінде ауданның абыройын асқақтатып қайтты. Дәл бүгінгі халықаралық отбасы күнінде олар естен шығарған емес. Шаттығы шалқыған шаңырақта барлығы бір дастархан басында бас қосып, әдеттегідей әнмен әуелеп, арасында үйдің еркелерінің қызығында тамашалады. Әулет басшысы әрі ансамбльдің жетекшісі Ибрагим ағамыздың ұрпағына сіңірген еңбегі ерекше. Балдай тәтті немерелеріне көп көңіл бөліп, музыкалық аспаптардан бөлек спорттық ойынды да жандыра түсетін қасиеттері бар. Ал шаңырақтан түтінін түтетіп отырған Әлия Дәрібаева ас үйдің тірлігінен қолы босаса, ұл қыздарымен бірге ән айту әдетінен жаңылған емес. Дәл сол сияқты Дәрібаевтар ансамблінің музыканты үйдің үлкені Сәкеннің де орны ерекше. Ол көбінесе әннің әрлеуіне, шығармашылықты шыңдау жағына көп көңіл бөлетін ансамбльдің белді мүшесі. Туған қарындасы болашақ актриса Ая екеуі тынымсыз тіршілікті шетке қойып, студияда бірлесе жұмыс істеуді жақсы көреді. Дәрібаевтар ансамблі құрылғанына 30 жылдай болып қалды. 89-90 жылдары құрылған. Енді міндеттеріміз, мақсаттарымыз бар әрине. Ол енді осы шығармашылығымызды ары қарап шыңдау, халыққа көбірек насихат жасау. 15 мамыр барлық отбасылар күні осы мейрам құтты болсын. Отан отбасынан басталады дейді. Отбасымыз аман болсын. Қарасай жұртының емес, күллі қазақтың маңдайына біткен өнерлі отбасы осындай. Қазақ өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген Дәрібаевтар ансамбліне шығармашылық табыс тілейміз. Сыйластығы сарқылмайтын, жұлдыздары жарқырайтын үлгілі отбасы ретінде ән әлемінде қалықтай беріңіздер. Сюжетті дайындағандар Дидар Мәлікұлы, Артур Қасымов.